Қайырлы күн достар. Бүгін біз грузин асханасынан ачахури тамағын жасаймыз. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге кез келген еттің түрі, менде сиырдың еті, пияз, қызанақ, сарымсақ, паприка дәмдеуші, тұз, кинза керек және картоп. Етті жұқалау етіп тураймыз. Картопты екіге бөліп, әр бөлігін шамамен 4 бөлікке бөліп тураймыз. Пиязымызды қатты жұқа қылмаймыз. Және қызанақты тураймыз. Сарымсақты жіңішке майда етіп тураймыз. Қазанға май құйып, картопты қызарғанша қуырамыз. Пиязды қызартып қуырамыз. Онан соң етімізді саламыз, араластырып, үстінен паприка дәмдеушімізді саламыз. Жақсылап араластырып, шамамен жарты сағат қуырып аламыз. Қызанақ пен сарымсақ қуырамыз. Барлығын араластырып, ыдысқа салып, бетін кинзамен әсемдеп қоямыз. Ачахури тағамын жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дәмі өте ерекше болып шығады. Каналға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Ботафуд ас болсын.